Ертегі байлықтың шынайы мәні. Ертеде бір бай ауыл болыпты. Сол ауылда Темірбай атты бай адам өмір сүріпті. Темірбайдың байлығы көп еді, бірақ жүрегі тар болатын. Ауыл адамдары одан қорқатын. Өйткені ол ешкімге көмектеспейтін. Бір күні ауылға аш, шаршаған кедей адам Әбіл келді. Әбіл Темірбайдан көмек сұрады. Темірбай, не, сен менің байлығымды жегің келе ме? Деді мазақтап. Әбіл ренжіді, бірақ сабырмен кетіп бара жатып ойлады. Жомарттық ең үлкен байлық. Бір күні қарақұс Темірбайдың алтындарын ұрламақ болды. Темірбай қорқып айқайлады. Мені құтқар. Бірақ ешкім естімеді. Кедей Әбіл қайта келіп байдың айғайын естіді. Ол көмектесуге шешім қабылдады. Әбіл мен Темірбай бірге қарақұсты қуып жіберді. Темірбай қуанып, мен сені ешқашан ұмытпаймын, деді. Темірбай алтын ұсынды. Бірақ Әбіл күлімсіреп, менің байлығым жүрегімдегі мейірімділік, деді. Содан кейін Темірбай мейірімді, жомарт адамға айналды. Ауылдағы жетімдер мен кедейлерге көмектесіп, барлығына қолдау көрсетті. Ауылдың нағыз байлығы адамдардың жүрегіндегі мейірімділік еді. Нағыз байлық ол тек ақша мен заттарда емес, мейірімділік, жомарттық және адамдарға көмек көрсету арқылы көрінеді. Бай болу – бұл жүректің кеңдігі мен басқаларға көмектесуге дайын болу.